Саламатсыздар ма? Біз бүгін ұлттық қордан балалардың шотына түскен ақшаның түспегенін тексеріп көретін боламыз. Ол үшін NPF Kids деп Google-ға поискқа жазамыз. Осы жерде міне бірінші шықты omna npf.kz деген астын қарасаңыздар Kids npf.kz деп тұр. Осыны таңдаймыз. Міне бізде ашылды бір жазыққа, яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының базасы ашылды, балаларға арналған. Енді осы жерде міне введите имя ребенка, нажмите кнопку проверить. Енді жазып тексеретін боламыз. Қай балаңызды тексереді, соның иінін жазатын боласыз. Жаздық, енді проверить. Бізде шықты міне. Бірінші графада балаңыздың иіні және бұл жоба, екінші графада жобаның қолға алынған жылынан бастап, одан кейін үшінші графа міне ең маңызды графа бұл балаңызға түскен ақшаның суммасы. Яғни мына жерде общая сумма целевых требований на год обращения деп тұр. Яғни USD, яғни ақш доллары деген мағынаны білдіреді. Ол 100,152 доллар екен. Яғни 100 доллар, шамамен 100 доллар түскен екен. Дәл бүгін, яғни 1-2-2024 жылы бұл доллар дегеніміз 1 доллар тең болады 447 теңгеге. Ұлттық валюта шаққанда, Енді осы жерде 100 доллар түскенін көрдіңіздер. Енді бұны теңгемен қанша теңге болады десеңіздер, мына жерде общая сумма целевых требований на год обращения деп тұрған жерде USD деп тұр ғой, USD. Соны бассаңыздар, астында KZ теңге деп тұр. Бұл біздің ұлттық валютамыз. Сол кезде міне сіздерге дәл бүгінгі күнмен долларды теңгеге шағып береді. Ол дегеніміз 45 мың теңге екен. Почти 100 долларымыз тең болады 45 мың теңгеге екен. Сонда бір балаға 45 мың теңгеден аударылған екен. Өздеріңіз, әр балаларыңыз осылай түспегенін тексеріп көру үшін осылай тексеріп көрсеңіздер болады. Әр балаларыңыздың иінін жазып, осылай тексере берсеңіздер болады. Және де бүгінге дейін 6 миллион балаға осылай ұлттық қордан 100 доллар ақша аударылған екен, қаражат. Соңғы мәліметтер бойынша осылай. Енді бұл енді көпте ақша емес, өте көпте ақша емес, өте аз ақша емес. Енді бірақ бұл мемлекеттің осылай балаларға арналған жобасы. Сонымен 45 мың теңге екен. Яғни осы 2024 жылға аударылған ақша 45 мың теңгеге тең болады екен. Бұл балаларыңызға 18 жасқа дейін аударылып тұрады жылына. Және де бұның суммалары өзгеріп тұруы мүмкін. Яғни жыл өткен сайын өсуі мүмкін. Өте оңай, тексеріп көріп, қарап, анық қанығына көз жеткізіп алсаңыздар болады.